Сіз сонда ютубпен айналыстыңыз ба? Иә. Примерно осыдан 2 жыл бұрын ютубпен айналысып бастағам. Қытыр-фытыр дейтін каналдың аты болды. Бағытым кез келген жерге обзор түсіремін, бірақ проблемалар да көтерілді. Мысалы, талғар арнасында мосттың асты деген сияқты. Жай бір ойын-сауық бағытында да болды. Бірақ та ол видеоларын ешқай сатқан жоқ. Мен бір 10-15 видео салдым. Сөйтсем, мен ана нәрсені дұрыс түсінбеппін. Халыққа бір нәрселер қызық, бір нәрселер қызық емес. Мұны қалды. Ютубты қайтадан бастамақпын, бірақ та бұрынғыдай емес, кішкене қызық пен қызық емес түсініп, не нәрсе керек деген сияқты. Соның барлығын біліп бастамақпын. Өйткені ол өте важен екен да. Бұрындар мен как будто. Достар, біз бүгін қызық пен қызық еместің айырмашылығын, реализацияның қаншалықты маңызды екенін, інімнің ютубтағы әкесі мен атасының кім екенін, анимациялық компаниялардың главный фишкасының не екенін және парадокс, нонсенс, абсурд ұғымдарына анықтама беретін боламыз. Біз өмірге болыңыз. Қазақстанда мәселе жетел, мен қазақ тілін сүйем, шайқайды шетел, енді бұл шындығын қалай естесек, интернетті өшіріп сайық, сонда күштер теңесек, бәрі Қазақстанда мәселе жетел. Достар, бұл жай ғана интро. Есе болашақтағы бағыты жайлы, ата қалдағы видеоға қатысы жоқ, қоға. Саған бұл шарғатты, сағынамал. Достар, кез келген нәрсе қызық және қызық емес формаға түсе алады. Кез келген нәрсе. Ал кез келген қызық нәрсе өз кезегінде белгілі бір сұрақ аясында өрбиді. Яғни ол сұрақ тудырады, әрі сұраққа жауап береді. Ондағы ең мықты фишкасы, ең қызығы или ол непредсказуемость. Яғни біз күтпеген финалдар мен біз күтпеген жауаптар. Жабық тұрған сандық ашық тұрғанға қарағанда әлдеқайда қызық емес пе? Әрине, контенттен бөлек жай мысалдар келтіріп көрейік шана өнбеде. Біз көріп отырған екі аяқ киімнің қайсысы қызық? Меніңше балшығы қызығырақ. Себебі бұл сұрақ тудырады. Бұны кім және қалай балшық қылды? Туындайды. Ал оның жауабы 90 жылдардағы маньяктың аяқ киімі немесе саяси қайраткердің сотталарына бір күн бұрынғы аяқ киімі десек, мүмкін қызығырақ болатын деді. Немесе Мұрат ағамыз. Сен ренжіме дейіне, бірақ екеуміздің жолымыз екі бөлек. Түсіме кірдің бүгін тағы. Ол кісі де өте қызық. Неге өткен ол кісінің әрбір сөзі мен қылығы сұрақ тудырады. Қазір не айтады, не істейді деген. Яғни ол кісі өте непредсказуемый адам. Мемлекеттік каналдардағы кейбір бағдарламалармен салыстырсақ, олардың басы қалай басталса, соңында қалай бітетінін біз көрмей жатып біліп отырамыз. Яғни сұрақ жоқ ешқандай. Бірақ та бұл қызық ұғымның Мұрат ағамыздың стилінде жасалу керек екенін білдірмейді. Ол кісінікі өз кезегінде абсурд ұғымға жақындау. Бірақ та ол саналы түрде жасалып жатқан жоқ. Көп адам абсурд сөзін естіген кезде ақылға қонымсыз нәрселермен байланыстырып жатады. Бірақ та өнерде театр абсурда дейтін бағыт бар. Францияда 1920 жылы шыққан. Оның бір ең қызық жері ол ақылға қонымсыз әрекеттермен ақылға қонымды ойды білдіру. Әрине, ол тек саналы түрде жасалғанда ғана. Абсурд ұғымымен бірге нонсенс, парадокс сөздері қатар жүреді. Олардың айырмашылығы мынада. Абсурд сорпаны вилкмен жеу. Жай ғана ақылға сыймайды, лучше қасықпен жеу керек. Ал парадокс сорпаны қатырып, сосын барып вилкмен жеу болса, нонсенс вилканы сорпамен жеу. Жалпы кез келген нәрсені қызық қылу үшін ақылға сыймайтын нәрселер ақылмен жасалу керек. Байланыспайтын нәрселерді байланыстыру керек. Бұл креатив сөзінің бір басқаша мағынасы, или креатив осылай жұмыс істеп десек те болады. Мысалға, әлемдегі ірі анимациялық компаниялар осы нәрсені қолданады. Просто біз оны білмейміз. Мысалға, кухня мен тышқан бір-біріне мүлде сәйкес келмейтін ұғымдар. Бірақ та Pixar компаниясы 2007 жылы Рататуй мультигін шығарды. Немесе осыған дейін Disney шығарып келген дәстүрлі мультиктің жанры, мысалға принцессалар красавица болу керек, ал принцестер красавчик еще ақбоз аттың үстінде жүру керек дейтін нәрсені DreamWorks компаниясы 2002 жылы бұзып, полный кереғар принц деп принцессадан да түрі ұғып мультик шығарды. Даже олар ерегіскенде есекті осёлдың да ойбай ақбоз аттың орнына осёл қойды. Потолок па? Ал енді қазақ ютубына келсек, бұл жерде әңгіме сәл басқаша. Біз негізі көп салада дамушымыз. Айтпаса да түсінікті, яғни оригинал дейтін ұғымға жете алған жоқпыз.
Мысалға, бізде ютубта тура осындай көп нәрсені қайталайды. Американдық мистер Бистті, орыстың Литвин, сосын It's Mami's қайталаса, бізде Нұрдәулет, яғни NNN тура сол бағытта, сол стильде жұмыс жасап отыр. Жаңа видеоның басында айтып кеткен NNN-нің ютубтағы әкесі Литвиндары болса, атасы мистер Бист. Бір заттан қызық болу үшін ішкі структурасын барынша жалпылама айтып өттім деп ойлаймын. Бірақ та бұл тек қағаз бетіндегі материал, яғни концепциясы ғана. Бізге одан да маңызды нәрсе бар. Ол оның визуализациясы және реализациясы. Негізінде қызық пен қызық емес ұғымы объективті формаға түспейді. Яғни адамның талғамымен ой өрісіне қарай ол өзгеріп отырады. Мысалға, біреулер рухбай тентек жігіттердің төбелесін сағаттап көре алса, біреулерге айтыс қызық, біреулер кітап оққан ұнатса, біреулерге комикс қызық, біреулер блокбастерлер ұнатса, біреулер авторлық кино бағытын жақсы көреді. Кітап немесе, айтып қойдым кітапты, музыка классика немесе поп, саясат или мәдениет айта берсең, адам баласы қызығатын сала таусылмайды. Бірақ та достар, пайдалы мен зиян ұғымы объективті формаға түскен. Яғни біз қызық пен қызық еместі айта алмасақ, мынау қызық емес деп, пайдалы мен зиянды айта алады екенбіз. Сол үшін достар, барынша пайдалы нәрсе көруге тырысайық. Достар, жай ғана пайдалы болғым келеді. Егер де дәл осындай видеоның немесе бұдан да жақсысын, сапалысын шыққан қаласаңыздар, комментарийға, мен қолдаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналға тіркеліңіздер, және достарыңызбен бөлісіңіздер. Сосын достар, сіздерге ана нәрсені жазсаңыздар, не нәрсе қызық, не нәрсе қызық емес, ең айтып отқанмен келісесіздер ме? Рахмет. С вами Ералаш.